Оразаны не бұзбайды? Ұмытып ішіп жеу оразаны бұзбайды, бірақ ұмытқан адам есіне түскен кезде жеуді дереу тоқтатуы керек. Ұйқыдан жүніп болып ояну, әйелін сүю немесе денесіне қолын тигізуі. Мұндай жағдайларда егер мәні шықпаса, ораза бұзылмайды. Әйеліне қолын тигізбесе де, оған қараудан немесе шахуатын қоздыратын жағдайларды ойлап мәне шықса. Түнде жүніп болып, ғұсыл алуды сәресі уақытынан кейінге қалдыру, аузына келген қақырықты жұту, түкірік немесе мұрында тарту арқылы бір нәрсенің тамаққа кетуі, құлаққа су кіру, құлық ағу. Темекі түтіні немесе топырақ, шаң, ұнның тозаңы, қардың ұшқыны, жауынның тамшылары тамаққа еріксіз кірсе, ораза бұзылмайды. Тістердің арасында қалған тамақ қалдықтары ноқаттан кішкене болса, оны жұту оразаны бұзбайды. Еріксіз ауыз толы құсу немесе оның ішке қайта кетуі оразаны бұзбайды. Қан алдыру немесе сүлік салдыру, көзге, құлаққа дәрі тамызу. Мисуак немесе тіс пастасын қолдану оразаны бұзбайды. Бірақ пастаны ішке кетіп қалса, бұзылады. Ең абзалы таң намазы кірмей тұрып тістерді жуу. Тіс жұлдыру оразаға кедергі жасамайды. Бірақ жұлдырған уақытта ауыздағы қанды яки дәріні жұтпау шарт. Ауыз бен мұрынға су алып, шайқау оразаны бұзбайды. Бірақ тамаққа кетпеуін қадағалау қажет. Душқа жуыну, теңізге, көлге түсу оразаны бұзбайды. Бірақ су жұтып қоюдан сақтану керек. Оразаны не бұзады? Әдейі бір нәрсені жеп ішу, темекі шегу, насыбай ату, дәрі ішу, құрамында нәрлі заттары бар укол қабылдау, аузындағы жаңбыр тамшыларын әдейі жұту. Бұл жайлы мына хадисте айтылған. Ораза кірген нәрселерден ғана бұзылады, шыққаннан емес. Әйелмен жақындасу, яғни таң намазынан ақшам намазына дейін жақындасу оразаны бұзады. Себепсіз қорек немесе қоректі қасиеті бар барлық заттарды біле тұра әдейілеп жеу оразаны бұзады. Мұндай жағдайларда кафарат оразасы ұстау қажет. Кафарат деп Рамазан айының оразасын себепсіз біле тұра бұзып жіберсе, 2 ай ораза ұстауды, оған шамасы келмесе 60 кедейді тамақтандырып тойғызуды айтады. Оразаны кімдерге ұстамауға рұқсат? Жолаушылық сапарда ауыз бекітпеуге болады, бірақ басқа күндерде санын толтырып оразаны ұстайды. Жүктілік пен бала емізу. Егер денсаулығы мен баласына зиян келтіруден қорықса, ораза ұстамай кейін қазасын өтеуге болады. Ауру сырқау. Сенімді дәрігер ораза денсаулығына зиян тигізетін жан-жақты анықтап барып айтса, жазылған соң ұстауға болады. Кәрілік. Қартайып оразаны денсаулығы көтермейтін кісілер бір кедейдің таңғы немесе кешкі асын беріп тойдырады. Оған шамасы келмесе тәубе етеді. Хайз, етеккір бен нифас. Бір әйел ораза кезінде етеккір көрсе немесе босанса ораза бұзылады. Мұндай жағдайда тоқтаған соң қазасын өтейді. Ақпарат Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайтынан алынды.